Сәлем достар, бүгін пісуі мен 35 минутта дайын болатын жылдам самса жасайтын боламыз. Қамыры песочный, жыртылып кетпейді, аузыңда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деп ойлаймын. Ең бірінші термомикс чашысына өлшеп ұн саламыз. Әрі қарай сарымай, салқын болса да болады тоңазытқыштан. Қаймақ. Екі жұмыртқа. Тұз. Үш минут тесто режиміне қоямыз. Қамырды 5 минут демалдыруға қоямыз. Осы уақытта начинкасын жасасақ болады. Ол үшін термомикс чашысына жуа саламыз. Қасықпен жуаны қабырғалардан төмен қарай түсіріп, менде 300 граммдай жобамен жуамен 300 грамм фарш кетті. Және оған дәмдеуіштер: тұз, бұрыш, қара бұрыш, және де зира дәмдеуішін қоссаңыз болады, қоспасаңыз да болады. Енді барлығын қосып, тесто режиміне салып 1 минут араластырып аламыз. Сонда фаршымыз жуамен, дәмдеуіштермен бір қалыпты араласып шығады. Фаршты кез келген пайдалансаңыз болады. Мен тек қана жылқының фаршын, жылқының етін пайдаланам. Себебі сиыр етіне қарағанда жылқыда холестерин болмайды. Әрі жылқының еті жарты сағатта қорытылып кетеді. Диетический ет болып саналады. Енді демалған қамырымызды рулет формасында келтіреміз. Бірдей бөліктерге бөлеміз. Менде шамамен жұмыртқадай формада шықты. 26-27 дана. Енді әр қайсысын домалақтап аламыз. Сөйтіп оқтаумен жайып, ортасына начинкасын салып, түйеміз. Бетіне жұмыртқаға сүт қосып, екеуін араластырып жақсақ болады. Және де кунжут болсын, мак болсын, сонымен сәндейміз. Міндетті түрде жасап көріп, комментарийді бөлісе кетіңіздер. Қызып тұрған пешке 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Шай қайнаймын дегенше жылдам самсамыз дайын болды. Ас болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.